Бауыр ағзамызды улы заттардан тазартынын бәріміз білеміз. Бірақ ағзамызда бауырдан басқа бүйректе өте маңызды рөл атқаратынын біле бермейміз. Токсиндерден басқа олар біздің денемізден артық сұйықтықты кетіреді, қалыпты қан қысымын сақтайды және метаболизмге белсенді қатысады. Бұл бейнеде мен сіздің бүйректеріңізге ұнайтын және үнемі тұтынуы керек тағамдарды жинадым. Оларды диетаңызға қоссаңыз болғаны бүйректер сізге алғысын білдіреді. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Өте қызықты әрі пайдалы болады. Айтпақшы достар, менің арнама міндетті түрде жазылыңыз және қоңыраушаны басыңыз. Арнадағы жаңа видеоларды жіберіп алмаңыз. Сонымен бірінші тағам қарбыз. Құрамында өте көп пайдалы заттардан басқа оның құрамында сілтілі қосылыстар да бар. Сондықтан зәр қышқылының диатезіне жиі тағайындалады. Қарбыз бүйрек аурулары және бар адамдардың диеталарына жиі кіреді. Ол олардың жұмысын жақсартады және қышқыл негіз балансын реттеуге қатысады. Сондай-ақ оның құрамында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтер бар. Айтпақшы, қарбыздың өзінен басқа қарбыз тұқымдары да қолданылады және олардан қарбыз майы жасалады. Қарбыз майы өз кезегінде бүйрек тастарының алдын алу үшін өте жақсы. Сондықтан кейде тіпті оны салат таңғыш ретінде де пайдалану ұсынылады. Келесі кезекте біздің бүйректеріміз жақсы көретін өнім асқабақ. Асқабақ витаминдер мен минералдарға бай болса да, калориясы төмен көкөніс болып табылады. Асқабақ бүйрек пен қуық тазартуда өте пайдалы. Асқабақ бүйрек тінін тітіркендірместен зәр ағынын арттыру үшін де белсенді қолданылады. Асқабақтың целлулозасы ғана емес, асқабақ тұқымы да пайдалы. Асқабақ тұқымы тек бүйрекке ғана емес, бауыр мен өт қабына да пайдалы. Кейінірек асқабақ тұқымы пайдасы туралы бөлек видео шығады, өйткені олардың шынымен пайдасы өте көп. Сондай-ақ асқабақ тұқымына жасалған асқабақ майын жеуге болады. Келесі тағам жүзім. Жүзім ең алдымен калийге бай және бұл натрий-калий балансына қатты әсер етеді. Ол калийге бай болғандықтан оның құрамында темірдің, фосфордың және кремний қышқылының көптеген тұздары бар. Және олар өз кезегінде зәрдің қышқылдығын өте жақсы төмендетеді. Сондықтан жүзім тас түзуге бейімділігі жоғары адамдарға пайдалы. Келесі элемент әрине су. Бүйрек туралы бейнеде ол туралы айтпау мүмкін емес. Диетологиядағы классикалық ұсыныс дене салмағының әр килограммына 30 грамм су болып табылады. Яғни салмағымыз мысалға 60 килограмм болса, онда классикалық ұсыныс күніне 1,8 литр сұйықтықты тұтыну болып табылады. Әрине бұл шай, шырын форматында емес, тек таза суды білдіреді. Дегенмен соңғы зерттеу көрсеткендей, бұл көлемді шамамен 2 есе азайтуға болады. Яғни ересек адамға күніне кемінде 1 литр таза су ішу керек. Әрине оны күні бойына біркелкі етіп бөліп ішсе болады. Ұйықтар алдында суды көп ішпеген жөн. Келесі өнім көкжидек. Көкжидек әдетте біздің бүкіл денемізге өте жақсы бактерицидтік әсер етеді. Сондықтан бүйрек және зәр шығару жолдары ауруларының алдын алу үшін көкжидек ең пайдалы жидек болуы мүмкін. Оның үстіне бір қызығы, аспаздық өңдеу кезінде көкжидек өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Ал көкжидек шығыны бүйректегі құмды кетіруге көмектеседі. Және бұл жерде көкжидек туысы туралы айта кетейік. Бұл мүкжидек. Олардың құрамында флавоноидтары бар. Және бұл зат циститтің алдын алу құралдарының бірі болып табылады. Мүкжидек шырынның құрамына кіретін заттар біздің несеп жыныс жүйесін дезинфекциялайды және патогендік микробтардың қуықтың қабырғаларына жабысуына жол бермейді. Келесі кезекте жапырақты көкөністер. Оларды жеу біздің бүйректерімізге өте пайдалы болады. Оған ақ желкен, аскөк, жасыл пияз және шпинат кіреді. Олардың құрамындағы дәрумендер, минералдар және талшықтар бізге үлкен пайда әкеледі. Сонымен қатар олар қанның жақсы ұйуын қамтамасыз ететін аскорбин қышқылына бай. Келесі зат теңіз балығы. Ол біздің бүйректерімізге өте пайдалы болады. Бұл бүйрегімізді құрамында омега-3 полиқанықпаған май қышқылдарының болуымен қамтамасыз етеді. Омега-3 әдетте біздің денеміз үшін, жүрек тамыр жүйесі үшін де, ми үшін де, жүйке жүйесі мен бүйрек үшін де өте пайдалы. Айтпақшы достар, осы тағамдардың қайсысын жейсіздер? Пікірге жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіз.